Бәріне сәлем достар, қалайсыңдар? Сіздерге Ильяс Верон арнасы. Достар, бүгінгі видеода мен сіздерге қалай күнделік жазу керек, не үшін жазу керек, және де қалай дұрыс жазу керек, және де өзімнің жазып жүрген күнделігіме обзор жасап көрсететін боламын. Яғни ол күнделікті менің жазып жүргеніме бір жылдан асып кеткен, яғни бір жылдай уақыт болған. Соның ішіне мен бір жыл бойы не жаздым, соны сіздерге көрсетіп обзор жасайтын боламын. Ол өте қызықты болады. Оны өзімнен басқа ол блокнотымды шын өмірде ешкім көрмеген білмейді деді достар, солай. Осылай достар, бүгінгі видео қызықты болады деп ойдам, сондықтан осы видеоны соңына дейін көріңіздер. Достар, біздің өзіміздің арман мақсаттарымыз болады, яғни әрбір адамның арман мақсаты болады. Егер де сіздің арман мақсатыңыз болмайтын болса, сіз арман мақсаты бар адамдардың қол астында жұмыс жасайсыз. Яғни солардың арман мақсатына жетулеріне көмектесесіз деген сөз бар достар. Өте жақсы айтылған сөз. Яғни біз түнде жататын кезде қиялдаймыз ғой, барлығымыз болашағымызды ойлаймыз, немесе бір өзіміздің басымыздан өткен біз өзімізді бақытты сезінетін оқиғаларды елестетіп сөйтіп жатамыз да түнде. Арман мақсаттарымызды елестетіп жатамыз, ертең өйтсем екен, одан кейін бүйтсем екен деген сияқты өзіміздің мақсаттарымызды ойланып жатамыз. Солай өйтсем бүйтем деп сөйтеміз да, келесі күннен бастап оның мақсаттарымыздың барлығын ұмытып кетеміз достар. Ұмытып кетеміз да, просто күніміз қалай өтеді, солай жүре береміз. Яғни біздің күндеріміз күннен күнге бірдей болып жүре береді, ешқандай өзгеріссіз. Жаңағы біздің мақсатымызға біз деген белгілі бір жету үшін әрекеттерді жасамаймыз, тек қана қиял ғажапқа сеніп жүре береміз. Яғни жарайды, бір күні болып қалатын шығар, көреміз ғой уақытында деген сияқты. Әрине уақытында көреміз дегендердің барлығы нормально достар, бірақ та сіз әрекет жасамайтын болсаңыз, сіз ол мақсатыңызға жете алмауыңыз 99%. Ал егер де әрекет жасайтын болсаңыз, 50% иә, 50% жоқ. Яғни достар, 50% иә уже бар достар, көрдіңіздер, сіздер 50% иә қосылды, әрекет жасасаңыздар. Солай. Және де ешқандай қиял ғажайып дейтін енді өмірде жоқ негізінде, бірақ та болуы да мүмкін, әрине небір жағдайлар болуы мүмкін өмірде, бірақ та енді 100% ондай қиял ғажайып болып сіздің мақсатыңыз өзіңізден өзі бір күні орындалып кетеді дегенге сенбеймін достар. Және де сіздің мақсатыңызды сіз біреуге айтсаңыз, оны ата-анаңыз да, бауырыңыз да, достарыңыз да сізге оған жетуге көмектесетін шығар. Бірақ енді сіздің өміріңіз болғаннан кейін ол сіздің жауапкершілігіңізде достар. Яғни мен айтқым келгені, сіздер дәптерге мақсаттарыңызды оған жету үшін әрекеттеріңізді жазбай, просто так жүре беретін болсаңыздар, ол ешқашан орындалмайды. Ол просто солай мақсат ретінде қалып кетеді достар. Және де мынандай сөз бар достар, яғни сіздің мақсатыңыз болмай, просто өмірдің ағысымен жүріп, өмірден озып кететін болсаңыз, ол өте үлкен өкініш деген сөз. Ал егер де сіздің өмірге келгендегі мақсатыңыз айқын болса, оған әрекет жасап жүріп, қиындықтардан, сынақтардан біресе құлап, біресе тұрып, сол әрекет жолында жүріп, өмірден озып кететін болсаңыз, ол өте керемет абырой, солай. Сондықтан да достар, еш нәрсе жасамай, просто так қиналудан бір нәрсе жасап, сол жасау жолындағы, әрекет жолындағы қиындықтардан қиналған әлде қайда өзімізге пайдалы болады дегім келеді. Ал ендеше қазір мен сіздерге өзімнің күнделігімді көрсететін боламын, оның үшін не жазамын, қалай жазамын, соның барлығын көрсететін боламын. Мінекей достар, бұл менің күнделігім. Бұл күнделікті мен 2024 жылы Каспийдан алғанмын, 1000 ба, 2000 ба сондай ұмытып қалдым. Мінекей ең басында осындай оқы, арманда дамы деген қасым кітаптың осындай стикерма сондай тұрады. Одан кейін мынау 2025 жылдағы календар, мінекей осындай календар. Яғни мысалы бүгін бірі болатын болса, ертең екісі күні оянғаннан кейін мен бірін X қылып сызамын. Осындай системамен бұл дата, яғни күнтізбе осылай жұмыс жасайды бізде достар. Және де достар, мен деген бұл жерге күнделікті жоспарымды жазатын боламын. Яғни бұрынғы 2025 жылғы жоспарымды сіздерге көрсетейін. Қазіргі жоспарларымда бар, енді
біреуін көрсетсем жеткілікті деп ойлаймын. Яғни бұл күнделікті жазып жүргеніме менің бір жыл болды, короче, солай. Мінекей қараңдар, күндік жоспар 22.02.2025 дейді. Міне 10:30-да тұру галочка орындалған, төсек жинау галочка орындалған, бетіқол жуу галочка орындалған, ежеден жазу орындалған, тамақ шай ішу орындалған, ілініп тұрған киімдерді алу жинау орындалған, ыдыс жуу орындалған. Мінекей достар, қараңдар, креатин ішу дейді, тарих сіріспе жазу, контрастный душ қабылдау, магазинге бару, тамақ ішу дейді. Қараңдар, кәдімгідей бүкіл орындалған достар, көрдіңдер ме, галочкамен. Егер де орындалмайтын болса, қасына мен X крест қоятын едім. Вот солай достар. Осылай күнтізбе жазатын болса, яғни күніңізге жоспар жазатын болсаңыздар, осылай белгілеп отырсаңыздар, сіздің күндеріңіз максимально сізге пайдалы өтетін болады. Сондықтан да осылай міндетті түрде жазғаныңыздар достар. Және мұның ішіне мен өзімнің басынан өткен оқиғаларымды да жазамын. Яғни қараңдар, бірінші курс туралы менің оқиғам, яғни бұл басы ғана әлі толық жазылмаған достар. Солай. Мінекей мынау достар менің 2026 жылға дейінгі жеткім келетін мақсаттарым деп жазылған. Яғни бұны мен деген қараңдар 8-ші айдың 14-ті жазғанмын, январдың 1-не дейін, яғни 4 айдың ішінде жазғаным. Яғни 2025 жыл толық емес, уже 4 ай қалған кезде жазған болатынмын. Яғни қараңдар, ютубтан хотя бы бір каналға монетизация қосу деп, стипендия алу, 15+ кітап оқу, 11 кітап оқығам, права алуға ақша жинау. В общем, достар, бұл жерде ешқайсысы орындалмаған болады. Мінекей достар, мына жерде менде ментал көк жар дейтін бар, бірінші. Яғни менің осы басынан өткен қиын оқиғалар, содан мен қалай шықтым, соны өзіме мотивация ретінде жаздым. Яғни мен басында тоже қиын оқиға болған кезде осыны оқу. Яғни мен деген бірінші курста летаға қалған, одан кейін кітап оқу, әдеттерді қалыптастырған, сондайлар жазылған. Мына жерде қараңдар, менде 2025-2026, яғни екінші курстың бірінші семестрінде бағаларым жазылған. Яғни менің мақсатым стипендияға іліну болған. Қараңдар, физкультура 84-ге жапқанмын, философияны 80-ге жапқанмын, микробиология 71-ге жапқанмын, цикл 81-ге жапқанмын, пах деген сабақты 74-ге, психологияны 89-ға жапқан. Бірақ сабақ физкология дейтін 63-ге жаптым да, мен осының себебінен стипендияға іліне алмай қалдым. Осылай, яғни мен универдегі бағаларымды да жазып отырамын. Мінекей. Мына жерде мен алғашқы семинарым жазылған, яғни 11-ші айдың 1 күні Азамат Скаков Қарағанды қаласына келіп семинар өткізген болатын. Ол туралы менің видеомда бар, яғни қорытындыда айтылған. Мінекей, осындай мен сол семинарға өзімнің ойымды қалай өтті, сонымен бөлісіп жазған болатын. Мына жерде мен Азамат Скаковпен түскен фотомды шығарып алған болатын. Осы күнделігімнің арасында бұл тұры достар, осындай. Мына жерде достар, осы каналдың ең бірінші видеосы, яғни таныстыру видеосы кіріспе жазған болатын. Ол 31-ші желтоқсан күні сағат кешкі 8-де шыққан кіріспесі бар. Мен кіммін дейді, ютубтағы жолым, осы арна қорытынды, яғни ютубтың видеоларын сценарийін тоже жазып отырамын достар. Ал мынау достар бізде 2026 жылдың новый күнтізбесі. Мінекей. Яғни бүгін бізде январдың 26-сы понедельник, ертең 27-сі болған кезде мен мына жерге X қоятын боламын. Бізде осындай система бағана айтып кеткен болатын. Сіздер де осылай күнтізбені жазып отырсаңыздар болады. Мінекей, және де менің 2026 жыл январдың 5-і күні жазыппын, 2025 жылға қорытындымды жазған болатынмын. Мінекей, және де соңында осындай қолымды қойып кеткен болатынмын достар. Яғни қорытындымды жазсаңыздар өте маңызды, себебі бір жылдың ішінде не істедіңіз, не түсіндіңіз, соны жазып, сіздер анализ жасауларыңыз керек. Анализ жасамай, яғни жасаған қателіктеріңізді жөндемей, сіздер алға қаратай өсулеріңіз өте қиын болады. Сондықтан да әрбір қателіктен кейін оны дұрыстап анализ жасап арқылы өзіңізді бағалап, өзіңізді бүйтіп прогресс жасап отыруларыңыз керек болады достар. Наконец-то қараңдар. Менің 2026 жылға 3 айлық мақсатым, яғни январ мен март, осы 2, яғни 3 айдың арасындағы мақсат, яғни 1-ші айдан бастап апрель 4-ші айға дейін.
Яғни біз бір жылды 4-ке бөлетін боламыз, 3 айдан. Сол кезде бізде бір жылдың ішінде 4 ай болады. Бір жылдың ішінде 4 жылымыз болады болса, бір жылдан. Неге ой жасадым 3 айдан мақұл? Себебі бізде деген 12 айға мақсаттар қоямыз, әрекеттер жасаймыз, бірақ та әлі 12 ай бар, әлі 10 ай бар, әлі 5 ай бар деп біз жүре береміз, уақыт соза береміз. Сосын тақалған кезде жасаймыз. Ал егер де осындай 3 ай мен 4-ке бөліп, арасына қысқа сроктармен жасайтын болсаңыз, сіздер оны уже 2026 басталғаннан кейін сразу бастап кететін боласыздар. Сондықтан да осылай жасаған дұрыс. Неке бізде 6 мақсат қойылған 3 айға сабақта жақсы оқу, ол яғни шексіздік, яғни ол итаки очевидный зат. Әдеттерді жалғастыру тоже очевидный зат болса, ютубта монетизация қосу деген бар екен, орысша оқу, яғни орысша үйрену, яғни білемін, просто соны жетілдіру деген сияқты. Одан кейін карта ойнап үйрену достар, одан кейін ақшаны жинау, үнемдеу деген сияқты. Және де қысқаша түсініктеме жазылып кеткен, яғни ешқандай да сабақтан қалмау деп, яғни сабаққа байланысты ұйқы режим, жаңа әдеттер жайлы, мына жерде канал жайлы, мына жерде жаңа орысша жайлы, мына жақта жаңағы ақшаны үнемдеумен карта ойнап үйрену жайлы кішкене не істеу керек, соны жазып кеткен болатын достар. И жоспарға осы жерден жоспарға бір заттан қосып отыратын боламын, яғни бүгін ютубқа видео салу, потом карта ойнау, орысша кітап оқу деген сияқты солай. Вот. Мінеке қараңыздар, 26.01.2026 бұл бүгінгі жоспар достар. Қараңдар, 6:00-де тұрыппын, сабақтарға қатысқанмын, галочка тұр екеуінде. Енді менде деген осы каналға видео салу, FIFA-ға блеграша видео түсіру, 250 отжимания және де гигиена цикл деген пәндерден лекция жазу дейтін жоспар тұр екен достар. Вот осындай. Осымен менің күнделігім аяқталды. Қараңдар, осындай ғана беті бір жылда ғана жазғанмын. Енді қараңдар, осындай беттің 2-і или 3-і бар мына жерде, көрдіңіздер ма? Вот, әлі өте көп. Вот осындай. Осымен біздің видеомыз өз мәресіне жетті достар. Енді менің айтайын дегенім қорытынды ретінде күнделік жазып жүріңіздер. Мен сияқты жазсаңыздар болады, өздеріңіз қалай ыңғайлы солай жазыңыздар. И күнге жоспар жазыңыздар. Жаңағыдай 3 ай сайын мақсаттарыңызды әрекеттермен қосып жазып отырыңыздар. Және де әдеттеріңізді де тоже жазыңыздар. Яғни бір әдетті 3 ай бойы қайталайтын болсаңыз тоқтамай, яғни оны жазып жүресіз. Бүгін жасадым галочка или жасамадым крестик деген сияқты солай 3 ай бойы, яғни 90 күн бойы телефонға немесе қағазға жазып жүріңіздер бір әдетті, жақсы әдетті. Одан кейін 90 күн өткеннен кейін өзіңіз солай әдетті жазып аяқ автоматты түрде орындап кететін боласыздар. Яғни біздің миымыздағы нейрондар ол әдеттерді жаттап алып, біз оны жасаған кезде бізде ешқандай күш жұмсамайтын боламыз достар. Солай біз ол әдетті жаттап алатын боламыз. Солай әдетті қалыптастырсақ болады. Яғни бұл жайлы видео бөлек шығатын болады. Енді бүгінгі видео сіздерге ұнады деген ойдамын. Ұнаса арнаға жазылып, мені қолдауды ұмытпаңыздар. Сол достар, келесі кездескенше.